Ерекше білімді қажет ететін балаларды оқыту, тәрбие процесін ұйымдастыру бүгін қалада осындай атаумен арнайы білім беру мекемелерінің арасында шеберлік сағаттары арқылы тәжірибе алмасу шарасы өтті. Шараға арнамыздың түсірілім тобы да қатысып, ерекше балалармен тілдесіп қайтты. Шара облыстық көру және есту қабілетінің бұзылыстары бар балаларға арналған мектеп-интернат колледжінде болды. Мұнда қазір 128 бала білім алады. Оның 100-і негізгі орта білімді алса, қалғаны шаштараз және тігін кәсібін меңгеріп жатыр. Колледждегі болашақ шаштараздың бірі Қайыржан Мұстафин. Менің атым Қайыржан болады. Бұл мектеп осында оқимын. Бірінші курс оқимын. Байқымақымен оқимын. Осы мектеп өлең айтам, сүгіт алам, өлеңге қатысам. Қайыржан білікті дефектологтармен жұмыс істеп, білімді заманауи ерекше әдістемемен алады. Себебі бұл білім ошағында пәндерді дәстүрлі емес түрде үйретудің тәсілдерін білетін ұстаздар көп. Білікті педагогтермен кездесіп, тәжірибе алмасу үшін ауданнан келгендердің бірі Илона Сазонова. Бүгінгі шеберлік сағаттары қызықты өтті. Бұрын білмеген көп методиканы үйрендім. Физика, химия сынды пәндерді оқытқанда балаларға тақырыпты түсіндірудің тиімді тәсілдері көрсетілді. Мұндай шеберлік сағаттарының маңызы зор. Шақырғандарыңызға рахмет. Колледжде балалардың түрлі заттармен жұмыс істеп, қолөнермен айналысатын мүмкіндігі бар. Бүгінгі осы тәжірибеде шебер сағаттарын көрсетті. Онда біздің балдарменен педагогтардың гипс және басқа да табиғи материалдардан, табиғи ресурстарды пайдалана отырып, бұйымдар жасауды көрсетті. Бұл бұйымдарды жасау барысында өзара былай да түсінікті, осы балдардың ұсақ қол моторикасын дамыту, жалпы шығармашылық қабілеттерін дамыту, ой өрістерін кеңейте отырып, ертең осы алған тәжірибелерін өмірде қолдана алуға бейімдеу болып табылады. Колледжде түрлі спорттық үйірмелерде жұмыс істейді, жетістіктер де жетерлік. Мәселен, Бразилияда өткен Сурдлимпиада ойындарында облыс қоржынына қола жүлде салған Бексұлтан Малайдар аталған колледж интернаттың түлегі. Нұрбол Жауынбаев, Самат Қалекенов, Ақтөбе телеарнасы.